Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясының Ақтау көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Каипова Жарқынай Сұлтанмұратқызы. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіп санитариясы және өртке қарсы қорғау қағидалары мен нормаларын сақтау модулі бойынша өтетін тақырыбымыз жеке қорғаныс құралдары. Өткен сабақта сендер қорғаныс түрлерімен танысқан болатынсыз. Яғни, қорғаныс құралдарының қолдану сипаттамаларына қарай екі категорияға бөлінетінін білесіңдер. Бірінші коллективті, яғни ұжымдық қорғаныс құралдары және жеке қорғаныс құралдары. Ұжымдық қорғану құралдары бұл жұмыс істейтін екі немесе және одан да көп адамды зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсерінен бір мезгілде қорғауға арналған техникалық құралдар және де атқаратын қызмет түрлеріне байланысты бірнеше кластарға бөлінетінін білесіңдер. Ал бүгін жұмыскерлердің жеке қорғаныс құралдарына тоқтайтын боламыз. Жеке қорғаныс құралдары бұл жеке құрамды улағыш заттар, радиоактивтік заттар және биологиялық құралдардың организм ішіне, тері қабықтарына және киім-кешекке тиюінен сақтау, сондай-ақ ядролық жарылыс сәулесіне шалдығу зиянын азайту үшін қолданылатын құралдар кешені. Жеке қорғаныс құралдардың ең басты атқаратын міндеттері адам өмірінің денсаулығын улы заттар шығаратын өндірістік зиянды факторлардың әсерінен қорғау болып табылады. Еңбекті қорғау туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес жұмыс беруші еңбек шарттары бойынша меншік иесінің қаражаты есебінен жұмысшыларды арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғанудың басқа да құралдарымен мемлекеттік басқару органдарының және ұжымдық шарттың ережелері бекітетін нормалардың кем емес нормада қамтамасыз етуге міндетті. Жұмысшыларды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету типтік тармақ нормасына сәйкес болу керек. Яғни, жұмысшыларға арнайы киім, аяқ киім және басқа қажетті жеке қорғаныс құралдары тегін беріледі. Қорғаныс құралдарына қойылатын негізгі талаптар: қозғалу кезінде кедергі келтірмеу, ыңғайлы болу, жұмысшылардың өз өлшемімен берілуі, тұрақтық тексерістен өтуі, уақытында жөнделуі, сынақ мерзімдері туралы белгі қойылу тиіс, санитарлық нормаларға сәйкес келуі, тек сертификатталған түрлері берілуі қажет. Сонымен, жеке қорғаныс құралдарымен жақын танысайық. Жеке қорғаныс құралдарға арнайы киімдер, арнайы аяқ киімдер, тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары, көз мүшелерін қорғау құралдары, есту мүшелерін қорғау құралдары, биіктіктен құлаудан қорғау құралдары, басты, қолды қорғайтын құралдар, дерматологиялық қорғану құралдары. Арнайы киімдер барлық мамандықтарға ластанудан, жарақаттанудан, суықтан, ылғалдан, шаңнан, майдан, ұшқыннан, судан, тағы сондай сияқты қорғану үшін беріледі. Арнайы киімдерге костюмдер, күртешелер, шалбарлар, комбинезондар, жартылай комбинезондар, плащтар, халаттар, алжапқыштар, жартылай пальтолар, жеңдер, иық жапқыштар жатады. Арнайы киімдер мен арнайы аяқ киімдер жеңіл, жұмсақ және иілгіш материалдардан жасалады. Олар қан айналымына, тыныс алуға, ас қорытуға, қозғалуға кедергі келтірмейтін, киім шешуге ыңғайлы, климат жағдайы және жыл мезгіліне сәйкес келетін жел мен ылғалдан қорғайтын болуы тиіс. Арнайы аяқ киім жұмысшының аяғын қоршаған ортаның зиянды әсерінен, агрессивті заттардан,
төмен температурадан, күлден, улы заттардың шаңдарынан қорғауды қамтамасыз ету керек. Арнайы аяқ киім келесі түрлерге бөлінеді: ылғалдан, сілтілерден, қышқылдардан, дірілден қорғайтын, төзімді, диэлектрлік және антистатикалық қасиеттерге ие болу қажет. Арнайы аяқ киімді теріден, резиннен жасауға болады. Кәсіпорын әкімшілігі арнайы аяқ киімдердің әйелдерге және ерлерге арналған өлшем бойынша әрбір жұмысшыны қамтамасыз ету керек. Жұмыс біткен соң оларды кәсіпорыннан алып кетуге болмайды, яғни сақтауға арналған санитарлық нормаларға сәйкес арнайы гардеробтар болады. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдары. Тыныс алу мүшелерін шаңнан және басқа да улағыш заттардан қорғау үшін тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарын қолданады. Тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарына газ қағарлар, яғни противогаздар, респираторлар және қарапайым түріндегі бетперделер жатады. Газ қағарлар мен респираторлар сүзгілі және оқшаулағыш болып екіге бөлінеді. Қарапайым түріндегі бетперделерге қолдан жасалатын бетперделер жатады. Сүзгілі және оқшаулағыш газ қағарлар мен респираторлардың бірі-бірінен айырмашылығын қарастырайық. Сүзгілі газ қағарлар мен респираторларда әртүрлі зиянды қоспалар бар сыртқы ауа сүзгіден өтіп, тазаланған күйде адам ішіне барады. Ал оқшаулағыш газ қағарлар мен респираторларда таза ауа адам ішіне арнайы қосымша жабдықтардан барады. Шыққан дем арнайы патронға барып, тазаланып, оттегімен қанығып, кері қосымша жабдыққа барады. Айтып өткендей, сүзгілі газ қағарлар мен респираторларға арнайы сүзгілер бар құралдар жатады. Мысалы, айта кететін болсақ, FFP респираторы, сүзгілері бар жартылай бетперделі, бетті толық жабатын сүзгілі бар респираторы, HP1 респираторы, F62Ш респираторы, Astra 2 респираторы, U2К респираторы және тағы басқа да респираторлар жатады. Мысал ретінде U2К респираторының конструкциясы келетін болсақ, U2К респираторы мұрын қысқыштан, сүзгілі бетпердеден, ауа кіру және шығару клапандарынан, резинадан тұрады. Бұл құрылғы әртүрлі климатикалық жағдайда жұмыс жасай алады. Сырттан тыныс алған ауа кіру клапанын өтіп, сүзгілер арқылы тазаланады. Осылайша тазаланған ауа адам ішіне барады. Сыртқа шығарылған ауа шығару клапанынан шығарылады. Бір кемшілігі, бұл құрылғы қауіпті газ тәрізді буланудың әсерінен адамның тыныс алу мүшелерін қорғай алмайды. Жоғарыда айтылып кеткендей, тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарына респираторлар мен газ қағарлар жатады. Екеуінің мақсаты бір болғанымен, бір-бірінен айырмашылығын айта кетейін. Респираторлар адамның бетін тек жартылай жабатын болса, яғни мұрын, ауыз, қалған жерлер ашық қалады. Ал газ қағарлар қолданған жағдайда адамның басы түгел жабылады. Газ қағарлардың түрі өте көп. Солардың ішінде УЗС ВК 320 типті газ қағары, ГП7 газ қағары, ПФМГ 96 сүзгілі газ қағары, М40 газ қағары және тағы басқалар. Газ қағардың құрылысына келетін болсақ, газ қағар сүзгілі қорапша, шлем бетперде, көзәйнек, тыныс алу клапаны, тыныс шығару клапаны және сөйлесу құрылысынан тұрады. Газ қағарда адамның ішіне таза ауаның баруы сүзгілі сіңдіргіш қорабына байланысты болады. Себебі қораптың ішінде белсендірілген көмірдің сіңдіру қабаты және аэрозольге қарсы сүзгі орналасқан. Яғни зиянды бу мен газдардан ауаның тазартылуы адсорбция процесс арқылы жүзеге асырылады. Ауаны шыққан түтіннен және аэрозольдерден тазалануы аэрозольге қарсы сүзгінің көмегімен жүзеге асады.
Оқшаулағыш газ қағарлар концентрация мен қасиеттеріне қарамастан ауада кездесетін кез келген қоспалардан тыныс алу жолдары мен көзді және бет терісін қорғайтын арнайы құралдар. Олар сүзгіш газ қағарларды қолдануға болмайтын кезде пайдаланады. Мысалы, уландырғыш заттардың немесе басқа да зиянды қоспалардың концентрациясы өте жоғары болған кезде. Суретте көргеніңіздей, адамның тыныс алуы тек қана қосымша жабдықтар арқылы жүзеге асырылады. Түрлері: IP4M оқшаулағыш газ қағарлар, PC2 газ қағары, IP4 газ қағары және тағы басқалар. Көз мүшелерін қорғау құралдары. Қорғаныш көзілдіріктер майда ұшқындардың көзді зақымданудан сақтау үшін түссіз әйнек салынған ашық көзілдіріктерді, ал ірі ұшқындарды қорғау үшін жабық көзілдіріктерді пайдаланады. Есту мүшелерін қорғау құралдары. Есту мүшелерін шудан қорғау үшін шуға қарсы құралдар пайдаланады. Шудан қорғағыштардың құлаққа сыртынан киіп пайдаланатын болады. Құлақтың сыртына кигізілетін шудан қорғағыштар арасы белдікпен немесе серпімді доғамен жалғанған, мақта толтырылған, тостаған бұқтырмадан және кеуекті резеңкеден тұрады. Биіктіктен құлаудан қорғау құралдары. Биіктіктен құлаудан қорғау үшін сақтандырғыш белдіктер пайдаланылады. Мұндай белдіктер 300 кг дейін салмаққа төзімді болуы тиіс. Оларды пайдаланған кезде зақымдамағандығына мән беру қажет. Басты қорғайтын құралдар. Жұмысшылардың бастарын қорғау үшін қорғанышы дулыға қалпақтар пайдаланылады. Дулыға қалпақтар фибрадан, текстолиттен, винипласттан жасалады. Қажет болған жағдайда қалпақтар бет пен көзді қорғайтын қорғаныш қалқандармен жабдықталады. Қолды қорғайтын құралдар. Қолды суықтан, механикалық зақымданудан, күйіктен қорғауға брезент қолғаптар, арнайы ерітінділерді сіңірген шұға қолғаптар пайдаланылады. Дерматологиялық қорғану құралдары. Дерматологиялық қорғану құралдарына теріні жұмсартып, әртүрлі зиян заттардан әсерін болдырмайтын кремдер, пасталар, сабындар, майлар, сұйықтар жатады. Олар мынандай талаптарға сәйкес болуы тиіс. Теріні түршіктірмеуі тиіс. Өндірістің жағымсыз жағдайларында теріні жақсы қорғау тиіс. Теріге жеңіл жұғатын болу және оның әдеттегі қызметін бұзбайтын болуы тиіс. Ауысым соңына дейін теріде сақталып қорғауы тиіс. Сабынды сумен немесе басқа тазартқыш заттармен жуғанда жеңіл кететін болуы тиіс. Сабақты қорытындылай келе, сақтықта қорлық жоқ дегендей, әр адамға ауадай қажет сипаттың бірі бұл сақтық. Сондықтан, өндірістің қай саласы болсын, кез келген жерде, кез келген жағдайда болсын, қауіпсіздік талаптарын орындау барынша маңызды. Өміріңізді жеке қорғаныс құралдарымен қорғаңыздар. Жаңа тақырыпты меңгеру үшін үйге тапсырма. Төмендегі берілген сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.